Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде математика сабағы 13-ші сабақ. Алдымен менің арнама жазылып алыңдар. Күнделікті сабақтар шығып отыратын болады. Бізде 13-ші сабақ 6 санының құрамын анықтайтын боламыз. Бірінші есеп бойынша тапсырманы оқиық. Суретке қара, заттарды сана дейді. Суретке қараймыз және астында бізде заттардың санын салыстыр деп тұр. Және бізде тақтада берілген 3 бұрышты ақ түстен бізде 2. Одан кейін бізде розовый түсті 3 бұрыштан 4. Яғни 2 мен 4-ті салыстырамыз. 2-ден үлкен 4. Келесі бізде 4 бұрышты, яғни шаршы. Шаршы бізде сары түстен 3, көк түстен 3. Екеуін салыстырсақ тең болады, я? Келесі бізде 3-ші пирамида. Пирамида бізде жасыл түстен қанша екен? 4. Және қызыл түстен 3. Салыстыратын болсақ 4-тен 3 кіші. Келесі бізде 5 бұрыш, қызыл түсте 5, және сары түсте 1, яғни 5 1-ден үлкен бізде. Келесі бізде шар. Шар бізде 3, көк түсті. Одан кейін күлгін түсті бізде 3, екеуі бір-біріне тең. Келесі соңғысы бізде парталардың саны бізде 6, және 1 тақта. Яғни 6 1-ден үлкен. Осылай жазып аламыз да салыстырамыз. Келесі бізде екінші есеп, тапсырма 6 санының құрамын айт. Бұл бізде, яғни 6 санының құрамын табуымыз керек. Бұл жерде бізге берілген 5 бұрышты қызыл және көк түсті фигуралар берілген. Бізде 5 бұрышты қызыл түсте фигура 5, және көк түсте 1, яғни 5-ге 1-ді қосқанда 6 болады. Келесі бізде 5 бұрышты қызыл түстен 4, және көк түстен 2. 4-ге 2-ні қосқанда 6. Келесі қызыл түстен 3, көк түстен 3. 3-ге 3-ті қосамыз, тең болады 6. Келесі 2 түсті 5 бұрышты қызыл және 4 көк түсті. 2 қосу 4 тең болады 6. 5 бұрышты бізде қызыл түстен 1, көк түстен 5. 1-ге 5-ті қосқанда бізде жауабы 6 болады. Келесі бізде 3-ші есеп, бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз. Бізде 5 бұрышты қызылдан 3 және көктен 3. Яғни біз жазамыз 3 қосу 3 тең болады 6. Келесі бізде 6-дан керісінше азайтатын боламыз. 6 азайту бізде 3 деп жазамыз. 6-дан 3-ті алғанда бізде қанша болады балалар? 3 болады, я, жауабы. Келесі оң жақтағы есеп бойынша 5 бұрышты қызылдан бізде 4, көктен 2, яғни жазамыз 4 қосу 2 бізде тең болады 6. Енді біз керісінше жазамыз 2 түсті көк бұрыштан 2 қосу 4 тең болады 6. Және осылай керісінше тағы жазамыз. 6 санынан 2 санын азайтамыз, тең 4, және 6 санынан 4-ті азайтқанда 2. Келесі бізде 3-ші қатар бойынша 5 бұрыштан бізде қызыл түстен 5, көктен 1, яғни жазамыз 5 қосу 1 тең 6. Енді керісінше 1 қосу 5 тең болады 6. Енді біз азайтатын боламыз. 6-дан азайтамыз 5-ті тең болады 1. Және керісінше 6-дан 1-ді алғанда тең болады 5. Балалар, осылай жазып шығамыз. Балалар, келесі бізде номері 4-ші есеп, есепті шығар. Тапсырманы оқитын болсақ, 6 қарындашты 3 стақанға бөліп салды. Егер стақандардың біреуінде 2 қарындаштан болса,
онда қалған 2 стақанда неше қарындаштан болуы мүмкін? Яғни бірінші нұсқа бойынша 2, екінші стақанға 1 және үшінші стақанға 3 қарындаштан салсақ, 2 қосу 1 3, оған 3-ті қоссақ тең болады 6. Екінші нұсқа бойынша әр стақанға 2 қарындаштан бөліп салсақ, 2 қосу 2 4, оған 2-ні қоссақ 6 болады. Келесі бізде үшінші нұсқа бойынша бірінші стақанға 2, екінші стақанға 3 және үшінші стақанға 1 салсақ, барлығын қосқанда бізде тең болады 6. Балалар, сабағымыз аяқталды. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңдар. Күнделікті сабақтар шығып отырады. Сау болыңдар.